Köpçülüğün ortaga çıkardım. Sosun hareket toydun egesinin kulağına sıvırladım. 25 adam çıktı. Ne kılan bärini söyleyip verem be dedim. Söysem benim kulağıma sıvırlayıp kolunda birdeme barlar söyleyiversin dedim. Osunda kudalar çıkkanda bir apamız nemeresini alıp çıkkan eken. Nemeresini aldı da benim nemerem birinci takpa kaydet dedi. Ortaga çıkıp alıp da balay turup algan nemeresi. Aspandağı Aymeken Koşa Hanım kaydeken gibi arkasından tutup kalktı da baskasına ayt dedi. Kudaların kazağım Kudayınday kütüyordu. Neşerleri bar bolsa cündüy kılıp tütüyordu. Osunun beri söylesi toyumuz kaşan bitedi dedi. Qadrmende ağayın, bugün biz Ospanovlar avliyetindeki ulkan kızışıqqa kua bo'lib o'tirmiz. Bu to'yning жаңағы иелері Оразбектен біздің келініміз Қарлығаштың үлкен қуаныш күні. Бұл осы өмір жолындағы 60 жылдық өмірі. Бүгін осы азғандай уақыттың ішінде кеше ғана Оразбек болса көз алдымызда біздің бала болып ойнап жүрген болатын. Оның 60 жыл деп аты болмаса да, әлі де өмірде ешқандай қызықшылық көрмеген сияқты, көретін қызықшылықтар әлі алда сияқты. Сондықтан өмірлікке құштарлығы болатын көп. Олары жас кезінде Оразбек сондай өзі мынау біз санаториядан қасына тұратын Жаңауыл елді мекеніндеміз. Олар осы санаторияға кешкі тансыға келетін, қазір дискотека дейді ғой. Ол кезде тансы болатын санаторияда. Сол тансыға келіп қатса Оразбек жаңағыдегі вальсті жақсы білетін тұғын. Күндердің бір күнінде санаторияға демалуға, Целиноградтан, өзі Целиноград дейтін демалуға, Макеевка дейтін жерден Қарлығаш келген. Сонымен Қарлығашты бір вальсқа шақырып, екеуі танысып, содан екеуін бастарын қосылды. Әсіресе қасында жылдыра қамбар бар, қамбар екеуі қосылып, сол күндердің күнде ақыр Макеевка барып ауылға алып келді ғой, Астананың қызын. Міне содан бері қарай ол 40 жыл өтіпті, екеуінің басқосқанына бақытты баянды өмір сүріп жатыр. Ұлды қызды болды, ұлын ияға, қызын қияға қондырып, міне осындай бәріміздің ортамызда осындай өздеріміздің көңілден шығатын азаматтар болды. Қазір болса бүкіл ауылда қолына қызықшылығында, жаманшылығында осы кісінің қолдарында, осы кісілер бәрін басқарады. Ал 60-қа келген жастарымыз құтты болсын. Қызықшылықтарың алдағы мол болсын, бала-шағаларың, ұлдарың аман, есен болып, солардың қызықшылығын көре беріңдер. Алла барлығына баянды құтты аман есен жол берсін, баянды бақытты жол өмір сүре беріңдер. Ал біздің отбасымыздан алып келген жаңағы сый-сияпатымызды тапсырып орысат етіңіздер. Қарлығашқа Оразбекке. Жақ кимесе болмайды ғой, киім алайын еді. Бұл жеңінен бірден шығып кетті. Жаңа тамада ескертіп кетті, мұны біз жерінен барлығымыз сөйлесек, той азында аяқталатын шығар. Менің ойымдағыны айтам дегенімді бекелер айтып қойды. Сонда да бір сөзбен неқсам, мұна екеуіңізді табыстырған санаторияға рахмет. Санатория болмаса, кездеспейдеріңіздер. Сонымен енді 60 жас деп 60-тығынан келіп отырмыз ғой біз. Мен өзім енді әрін келетқанда сөйлеп қалсақ бірдеңені айтамыз деп келеміз ғой. 40-тай, Оразбек 40 жастағы жігіт деп айтам деп сөйтсем қателескен екен. Жаңа Қарлығаш өлеңінде айтты, енді менің гөрі қасында жүрген бір төсекте жатқан Қарлығаш жақсы біледі ғой. Іске болып тұрмын деді ғой 60-та. 20 жасын құтты болсын саған. Мұна сөйлей берсек, егерде бір ағытып кетсең шыға береді. Ақында болып кетуі мүмкін, жаңағы әрдің сөйлейді деп отқан шығар. Менің алардың қатамда қазір берем Оразбек. Құрметті Ореке Қарлығаш, бүгінгі 60-ға толған мерейтойларың құтты болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Ол қыздардың қызығын көріп, екеуіңіздің жұмыстарын жазылмай, қызықтарын қозғалсын, бақытты
бақытты өмір сүріңіздер. Мінекей той шашасы болмай, шашасы мәжан атмашы қалтада құлағына тапсырылады. Құрметті Ореке, құрметті Қарлығаш, мынау мерекелеріңіз құтты болсын. Ұл қыздарыңыздың рағатын көріп, осылай өмірсіз жалғаса бересін. Олайдың 365 күні әр жылдың әр күні осындай өтсін. Мына сый-сияпатымызды өзіміздің әулетіміздің атынан тапсыруға рұқсат етіңіз. Жасқа толған торғалы тойың құтты болсын. Жаңа Асаба жолдас бәрі сөйлеп қойды, қорқып кетті, сондықтан қысқартайын. Осы періштенің құлағынан шалынсын, осы кісілердің сөйлеп жатқан тілектерінің барлығы. Мына 60-ға келдім, пыс демей, 60 деген тал түсті дағыны жүре бер. Бала шағаларының рахатын көр. Қарлығаш екеуің бұдан да әрі қарай Құдайдың берген жасын жасай беріңдер. Енді қалған бір жақсы әңгімелер бар еді, оны азғандай столдың үстінде өзімізше айтармыз. Немерелерінің қызығын көре бер. Мына менің той шашусыз болмайды дейді. 60 тал түсті дағыны мына жылы көрпенің ішінде екеуі түсте төсек салып, мынада тұрмай қаламын ғой. Тұрмай жатыңдар. Мынау шашуы. Ат пен биені осы конверттің ішіне салып ақ келдім, мырза болыңдар. Рахмет. Ne aldınız? Turmay kalganınız? Ha, buna жылы көрпеден. Ay, söyleyip boğan çok uzun elindir o. Bak, söyleyenler bir basın, söylemeyenler söyleyin. Ertem Жаңа Қорғанның базарында оптым шапан сатылады, құрметті ағайындар. Қадірменді ағайындар, ас адамның арпауы дегендей, қадірменді қонақтарымыздың құрметіне тағам келе жатыр екен. Ортаға қарсы алып қойыңыздар. Оған да музыка беріп қойыңыздар, тамақ тарата беріңіздер. Қалғандарыңыз тұра тұрыңыздар. Ортаны ашып беріңіздер, тамақ өтіп Бұған да шапала, құрметті ағайындар. Музыка рахмет. Сөйлемей қалса, шалқасынан түсейін деп тұрғандар бар ма? Или бірдеңе шығарайын деп тұрғандар? Жоқ па? Сөйледіңіз бе? Келіңіздер, әр құдадан бір адамнан сөйлесін, ол қалып кетпесін. Келіңіздер. Ой, рахмет. Al, тілек айтатын ораз әні. Тілек айтатын. Аңғырдай танымаймын. Желіміз бар, қамсы өтейік. Білеміз ғой, апа сетіңізді көріп тұрмыз ғой. Тілек айтатын, берем, асыққа салыш. Тілек айтатын ораз әні. Маған қарап секіріп тұр, 60-ға келседе қораз әлі деп. Апаңызды бастар. Қайта кетерсен. Қарлығаш ораз. Тойларың құтты болсын, жаманшылық көрмеңдер. Құдай, 60 жасыңа Құдайдың берген жасын қосып Құдай қаласа, өмір бақи осындай жас болып шауып жүре берін. Алашағаның рақатын көріп. Ең кішкентай дастарханың осындай болып, жылдан үйінде той бола берсін. Құрметті Ореке, Құдағи, құтты болсын мынау тойларыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Мынау
бала шағаңыздың, немерелеріңіздің қызықшылығын көріп, әрқашан осылай беттеріңізден күліп кетпей жүре беріңіздер. Сыйлығымыз береді, табыс етіп рұқсат етіңіздер. Қане құдалар, бар ма сөйлейсіз? Келіңіздер. Болып бара жақтан. Ана үлкен кісі сөйледі ма? Сөйледіңіз бе? Бәрекелді, рахмет. Ал сыйлығымызды тапсырып алайық. Рахмет. Борака бер қараңыз енді. Шапан берген адам бәрін қайсы бірін сүйе бересіз соны. Тойды жасап берсеңіз күнде бізге, ақ тілекті айтар ек күнде сізге. Оразбек 20-дан деп мақтанады, Қарлығаш келгенде ғой 18-ге. Оса тұрған халқымды Құдайым қолдап әрқайсың гүлдендірсін бақшасын. Енді микрофон ұстағандар жоғалды басын ақшасын. Ай дейді, қайсың сөйлейсіңдер? Болма, рахмет. Маңдайларыңызға жарқырап күн шықсын. Микрофон ұстаған адамның алақанына үсті басына жүн шықсын. Рахмет көп. Тілектеріңіз қабыл болсын, сыйлығымызды тапсырамыз. Музыка, құдалар билейік қазір. Тағы сұра болайын. Рейс жоқ қой, болдыңыздар ма? Ал ендеше тапсыра беріңіздер, беретіндеріңіздер. Музыка. Ортада құдалар бие, биге кеттік. Құдайдай сыйлайтын 1000 жылдық құдаларымызды ортаға биге шақырдық. Рахмет. Жырауда барлық осы елден шығып жатыр, өнерпаздың бәрі осы ауылдан шығып жатыр. Ал сіздер оған көңіл аудармай жатсыздар. Енді осы жерде бір жаңалық, жақсының жақсыны қылайтын нұртассын дейді. Мен өнерді өте құрметтейтін адам болғандықтан Алматы қаласында бір ән айтатын әншілердің өнерін көрсететін реті келіп қалғанда 360 000 халқы бар Түркістаннан іздемей, мен осы Жаңақорғанға келіп, өздеріңіздің халықтарыңызға қызмет етіп жүрген мына Кенже деген қыздарыңызды алып кеттім Алматыға. Ол жерде ән айтқан Беркут деген әнші, Алтынай Жорабаева, Динара Қырықбаева, Жұбаныш Жексенұлы барлығы өнер көрсетті, арасында Кенже өнер көрсетті. Олардан ешқайсының деңгейінен қалған жоқ бұл қыз. Сіздердің ауылдарыңызда да осындай өнерпаз бар. Мінекей, деңгейі бірге жүрген. Сондықтан ауылдағының аузы демеңіздер.
Өнерпаздарды құрметтеу керек. Өздеріңіздің әншілеріңіз Кенжені ортаға бір қарсы алып қойыңыздар. Шапалақ бар ма? Сайран менен екеуі дуэт. қышиды ол. Қышыған жерге ақша түседі. Мәселен алақаны ұстаса, қышса ақша ұстайсың.
Егін қышса ет жейсін, құлағың қышса сөз естесін, табаның қышса тойға барасың. Сонда қазақ бірдеңе істеу үшін обязательно бір жерін қыштыру керек та негізі. Мынау қадірменді ағайындар, үлкен дәмнің үстінде өнерпаздарын тамашалаңыздар деп, тағы да Тоғжан Арыстанқызын ортаға қарсы алып қойыңыздар. Жақсы бір түрек әніменен ортаға келеді. Qadırmen tağayın. Cüt olsun mu? Berkede, cüt olsun. No
кетті, бұл не қашан сөз келеді. Ана соғыс уақытысында немістермен советтер атысып атса, окоптан бас көтермей қойған ғой, оқ тиеді деп. Сосын не істейміз деп ақылдасса біреу ойланып тауып апты, немістің любойның фамилиясы Шварц болады, не болмаса Ганс болады, не болмаса Шульгас болады. Соны біреуің атаңдар, солар тұрған кезде атамыз деп. Ганс десе алтын неміс ұшып тұрған алтауын атып тастап. Шварц десе екеуі тұрады, екеуін құртқан. Шульгас десе біреуі тұрып оны атып тастап. Содан немістерді қулық ойлап тауып, 2 сағат уақыт өткізіп әдейі ұмыттырып, Иван десе 25 орыс тұрған ғой. Патырлатып автоматпен сеуіп сапты. Саша десе екеуі тұрады, оны құртады. Сережа десе біреуі тұрады, оны атып атып дейді. Тарап қалса окопта бір қазақ еңбектеп кетіп тұрады дейді. Көке сізге не болды десе, атаңа нәлет, қазір Базарбай десе мен құрайын шығарды. Ал енді ол неміс Базарбайдың ағызына ілі, бірақ сол менің атым қашан аталады деп отыр. Жетпейді осы. Тойға үлгірмеймін, жұмысқа үлгірмеймін, үйге барай десем үйге үлгірмеймін. Тіпті намаз оқуға да уақыт жоқ десе біреу ұрысып берді. Давай есебін тауып оқы, жасым кеп қалды ғой деп. Жарайды депті да содан бір күн анда-санда кешігіп бір қол тигенде бір намаз оқып қояды екен. Сөйтіп жүргенде бейшара отын-егі болып кетті. Содан отын-егі бар, пештің аузында очередте тұр дейді, мен өшірге кіруім керек маған. Ол әкел, мен 2 рет намаз оқыдым ғой, маған бір үлгөп болу керек бұнарда. Сөйтсе кетті да приказ. Одан зуылдаған күйі, 7 қат жердің астына Алла тағаланың дәргайынан зуылдап кетіп қалады дейді тозақ отына. Төмен қарап қалса балқып атқан от. Ойбайлап шыңғырып келе жатқан кезде бір құс кепті да 2 иығынан іліп алып, қайтадан жоғары көтеріп кетті. Анау аңта қалып құсқа қарап, әй сен кімсің айналайын депті. Кім болушым сенің оқыған намаздарыңмын ғой депті. Айналайын намазың болса уақытлы келмейсің бе? Өлкеде жүреді қаласың. Сөйтсе құс айтады дейді, сен мені уақытқа оқытпаң не деп. Әр нәрсе уақыт сәтімен қадірмен тағайындары. Тілектің кезегін тағы жалғастырайық. Ал енді жүрегі бір, тілегі бір, ниеті бір деп қадірмен тағайындар бөле жарып жатпай, біз Орекеңнің досына қарап адамын таным деп, коллективін, достарын, жолдастарын, кластастарын ортаға шақырғымыз келіп отыр. Сондықтан мынау коллективтен келіп отырған Алмас ағамыз, Ерубай ағамыз, редакцияның жас тілшісі Әйгерім ортаға шығады. Кластастардан Кеңес Жұмағұл бастаған топ, Қасым, Борангүл достары, Жұмарлы, Өзелі, Қамбар, Қалима, Нұрмаш, Қалбике, Нәлике, Жамалди, Гүлбарам, Бегалы, Дәлеш, Орынтұрды, Ұлбосын, Өндірбек, Меңіліш, Нұрлан, Маржан бастаған достар тобы жұптарымен ортаға келеді. Таза қояқ! Жапырағын жайған бәйтерек, тереңге тартқан тамырын, алпысқа толып Орекең, достарыңды таныдым. Аху, аху, осындай азаматтарға шапалақ ұрмаған мақау деген күйлі. Қошеметтің боя құрметті ағайындар. Мінеке, небір асыл азаматтарымыз, ардақты ағаларымыз, карияларымыз, достарымыз бәрі дастарханның төрінен ортаға келіп тұр. Тіпті мынаяқта мен қызығып тұрмын. Достарыңыз қасы көйлі қияқты екен, арнайы сөз бермесем ұятты екен. Бір досыңыздың қасында өзіме қарасам, шала туған сияқты екен депті. Достар келді тойға, бүгін мынау ерінбей, қиындыққа берілмей, керемет достар бар екен арасында. Владимир Ильич Ленин дейді, біреуін көріп қалдым. Қалайға бастаймыз.
Құрметті тойшы қауым, бүгін мына жаңғырған төрінде азаматтықтың ақ туын биік ұстап, қашанда өзінің парасаттылығы менен өзінің ортасына танылған азаматтың үлкен бір 60-тың асқарына шыққан қуанышты тойын бөліскелі жиналып отырмыз. Мен енді осы жаңғырғанның төрінде осы өсіп келе жатқалы бері қарай Орекеңді жақсы білемін. Қашанда өзінің адалдықпенен еңбегін салып, осы балдарына адалдықты үйретіп, қашанда өзінің еңбегінен, маңдай теріменен еңбек етіп, өзінің орнын, өзіндік бұлай ар абыройын биік ұстап келе жатқан азамат ретінде. Сондықтан мына Ореке бүгінгі үлкен елмен бөліскен, қуанышыңды бөліскен ағайын жекжаттардың алдында бір есеп берген сияқты мына 60-тың асқарына шыққан қуанышты күні құтты болсын. Өзіңнен өскен ұрпақтар, өзіңнің салған осы үлкен ұлағатты жолыңмен жүріп келе жатқанын біз көріп келе жатырмыз. Жаңа бір топ балдарың бәрі жиналып үлкен өзіңе сый жасап жатыр. Осының барлығы сенің еңбегіңнің қайтқанының көрінісі. Өйткені кейбіреу балдарын мінгізбек түгіл бүгінге дейін балдарының жылағанын жуата алмай жүрген жағдайлар бар. Сондықтан мынау үлкен Қалекең екеуіңіздің үлкен қуаныштарыңыз мына елге үлгі болатындай қуанышты болып жатыр. Ел осындай қылып өткізсем деп іштей түйіп отқан мақтанышты болатындай жағдайда өтіп жатыр. Осының барлығы сенің мынау бір ақ көңіл, үлкен бір парасатты азамат ретінде өзіңнің өзгеге танытудағы осы бір үлкен ықыласыңнан туындап жатқан дүние ғой деп ойлаймын. Өйткені шақырған адамдарың түгел келіп, орындығының бәрі тола, өзіңменен сөзінде, ойында бөліскен азаматтар барынша мынау молынан жиналып отыр екен. Мына бізге де қызмет етіп келе жатқаныңа, жұмыс істеп келе жатсың. Сондықтан мынау коллективтің атынан алдағы уақытта екеуіңіз ұзағынан жасап, Алла берген жасты ұзағынан жасай беріңдер. Өсіп, өніп, өзіңнің тамырыңды тереңге тастап, әлде бұдан көрі үлкен ақшашты ата, ақшашты ана болып, жаңғырған төрінде өзіңнің ағайын туысыңменен бөлісіп жүретін қуанышты күндерді көп қылсын деп мынау ұжымның атынан тілегім келеді. Сонымен бірге мына ұжымның атынан өзіңізге деген мына тойға деген шашу бір атыңыз. Рахмет. Әйгерім келді, әйгерім. Біздің ең журналист Оразбек ағай, Асқар аға 60-ыңыз құтты болсын. Өмірлік жарыңыз Қарлығаш апа екеуіңіз бала-шағаңыздың, немерелеріңіздің алдында ғұмырлы, ұзақ, бақытты өмір сүре беріңіздер. Коллективтің атынан сөз беріп жатыр ғой. Осы коллективтен зейнетке шығуыңызға тілектеспін. Ал енді біздің редакцияны атамыз ғой, бірақ дегенмен менің өз келіншегім мына Орекеңнің Қарлығашқа подаркасы бар, оны өз алдына береді. Жұртқа қарап сөйле, жұртқа қарап. Сен көрсең болды, жұртқа қарап сөйле, сен көрсең болды. Нақалшыны қояқта тартып алып сөйле. Ассаламу алейкум. Ағайын, құда жержат, бауырлар, бүгін Алла Тағаланың сәті түсіп, Ораз Мырза менен Қарлығаштың екеуінің ақылдасқан 60-ға толған қазақшылығын ортағыларыңызға салып отқанының куәгерлерісіздер. Алла Тағала Ораз Мырзаға зор денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін Қарлығаш екеуіне. Бала-шағасының рахатын көрсін, небере сүйсін, шөбере сүйсін, бақытты, баянды бола берсін. Амин. Амин. Әлхамдулилlah.